Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үйге келіп видео түсіріп жатырмын. Бүгін қуанышты жағдай. Машинамды шығардым. Бұзылып қалған машина. Көп болып тұрып қалғаны. Кеше шығардым. Қонақтықтан келдік. Тауықтарды бір қарап шықтым мана. Бәрі бір қалыпты. Мінекей. Осылай тұр бәрі. Іштен тағы бір тазалаймын. Мынандай су құйып қойған екен. Мен жақта ешкім су бергісі келмей. Анағанда қойған. Мұнда жем көп салып жүрген қара тоқтарға. Мұнда жем жоқ. Осы Адлер тоқтары. Бұлар да жайлап тәй бастап жатыр жұмыртқаларын. Күніне үшеу, біреу туып жатыр. Жоқтан жақсы әйтеуір. Жұмыртқа тумай жем жеп тұрса да жаман. Сол себепті жұмыртқа туып жатыр. Дұрыстап қарап қой тауықтарыңа. Жұмыртқа көп туысын. Так, сосын замақта астролог породта тауықтар. Аллаға шүкір, олар жұмыртқа туып жатыр. Ана да секіп шығып жатыр ғой. Бұл порода тауықтар өзіме қатты ұнады. Бір жана ойлап отырмын, Адлер Орал қаласына толып кетті, Адлердің бәрін сатып астролог породысын алам ба деп. Бұлардың да басқа да пород түрлері бар екен, бізге қара түрі болса, тағы да басқа да түрлері бар. Сол кейде ойлап қоямын. Арнаға жазылып, лайктарыңызды басып кетіңіздер, бұйыртса жақсы видео шығаратын боламын. Содан кейін біреулер сұрап отыр, мынадан пайда бар ма деп. Бұдан пайда бар. Бұл тауықтар сұранысқа ие тауықтардың бірі деп айтсақ та болады. Енді қазір көп жоқ. Мен өткенде Адлер тауықтарын алуға бардым. Сол кезде бір үйге барғанда осындай австралиялық порода тауықтар, осындай 5 тауық бір әтешімен жүр. Маған сатам дегенде 5 мыңнан берем деген. Ол екісі 4 мыңнан деп тұр. Орыстарға барасын, өзгеріп кетеді. Сен алар орыстар түсіну қиын, қазаққа қарағанда. Олардың Адлерді 3 мыңнан алдым ғой. Сосын Адлер толып тұр енді. Сосын аржақ қорасында көчендер тұр. Жалпы негізі көчен ұнады өзіме. Көчен алам ба деген ой болды жалпы басында барғанда. Көчендер 5 мыңнан сатам дейді, бірақ әзірге сатпайым деді. Сосын Адлерлер тұрғасын, Адлерді ала салдым 3 мыңнан дегесін. Олар ештеңе етпесе тауық болса болды ғой деп. Олардан да пайда бар Адлерден. Енді Алла қосса будине асырайын ба деп отырмын. Будинеге ойларыңыз жазып кетіңіздер. Инкубатор әлі алған жоқпын, бірақ будине асырағым келіп тұр. Сол мына жағын қаптап бүйтіп. Қазір бізде күнде жанып тұр ғой, далаға шықсаң жұмыс жасатпайды. Мынаны бітеп, былай бітеп, осы жерге тормен шағын қылып, бір ондай керім үлкен емес, шағын қылып будине асырайын ба деп отырмын. Алла қосса будинеге деген ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қалай болады асыраған. Енді будине асырау кішкене қиындау деп айтады, енді білмеймін. Кәтағы бір ютубты ашып бір тексеріп жіберем. Ютуб жақсы болды. Енді кілең қарасаң, ашсаң орыстар толып тұр, демек тауық деп көрей деп жазсаң кілең орыстар шығады, қазақтар аз. Сол себепті осындай өзіміз сияқты қазақ бауырлардың ютуб каналдарын, арналарын бәріміз бірге көтеріп тастап, ютубты ашқанда, барлық мемлекет ашқанда тиісті қазақтардың видеолары тұратындай алып істеп тастайық. Сол үшін арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Енді келесі видеода тағы да жаңалықтармен бөлсем, манағы будиненің ойын төменге жазып кетіңіздер ойларыңызды. Әзірге осы, міне жем бар екен, пока зарплат түскесін 2 қапшық, или 1 қапшық әкеліп тастап кетемін, жұмысқа кетіп жатқанда. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Тағы да басым сау болдым.